Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін харчо пісіреміз. Грузин халқының ұлттық тағамдарының бірі. Суп харчо пісірудің рецептісімен сізбен бөлісемін. Дәмі деген өте керемет дәмді тағам. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тағамды жасап көріңіз. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз, жарай ма? Осы тағамды жасап көріңіз, өте дәмді тағам. Енді бұл тағамды дайындау үшін мендегі тауықтың етін осылай кастрөлге салып, үстіне су құямын. Су құйып, қайнатып, сәл кішкене қайнағаннан кейін көбігін алам, бетінде көбіктерін алып, баяу отта қайнатып, тауығымның етін пісіріп алатын боламын. Енді көкөністерім, мен аршып бәрін турап дайындап алдым. 2 жуа, 1 болгар бұрышы, 1 сәбіз, 3 бөлік чеснок. Жуаны осылай 4-ке бөле салам. Майдағып турамаймын. Болгар бұрышында солай ірі етіп, 4 бұрышты етіп турап дайындап алам. Сәбізді де дәл солай. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде міндетті түрде қалдырып қойыңыз. Және де болашақта менен қандай рецепттер күтесіз, соны да жазып қалдырып қойыңыз. Енді кезекте менде укроп, петрушка, кинза, үшеуінен шамалы алдым. Осылай турап, бұларды да дайындап аламын. Мынау менде петрушка. Негізі өте керемет дәмді тағам. Және жасалу жолы да оңай, бәрін турап салып қоя саласыз, өзі пісе береді. Енді осы турап алған көкөністерімді, көкшөптерімді бәрін сорпаға саламын. Пиязды, болгар бұрышын, сәбізімді бәрін осы қайнап тұрған сорпаға саламын. Укроп, петрушка, кинза, екі лавр жапырағы, сосын дәміне қарай тұз, бұрыш. Мен 1,5 шай қасық тұз салдым, 1 шай қасық бұрыш, кішкене қара бұрыш бар ғой, домалақ, горошек дейді ғой, содан кішкене салып жібердім, 5-6 түйір. Сосын қызыл бұрыш салдым. Бұл жерге негізі қызыл бұрыштың стручковый свежий түрін салған дұрыс. Менде просто үйде болмай қалды, сондықтан мен ұнтақталған түрін салдым. Мінекей, мен сорпам қайнап жатыр, өте керемет. Иісі деген вообще керемет, күшті. Енді зажаркасын жасаймын, қыздар. Зажаркасына 1 жуаны турап, табаға кішкене май құйып жіберіп, жуаны қуырып аламын осылай. Қуырып аламын да сорпаға қосамын. Ең алдымен жаңағы алдындағы салған ірі туралған пияздарды осылай алып тастаймын. Бәрін түгел алып тастау керек. Зажарканы салмас бұрын. Сосын қуырылған пиязды сорпаға қосамын. Өте керемет тойымды тамақ, және де асқазанға да ауыр тимейді, жеңіл тағам. Кешкі асқа осы тағамды жасап көрсеңіз, күшті болады. Енді осындай 1 чашке толмаған кішкене ғана күріш, шамамен 100 грамдай болып қалады. Күрішімді жуып тазалап, оны да сорпаға қосамын. Негізі бұл жерде етін сүзіп алып, етін майдалап турап жатады ғой.
Мен олай жасаған жоқпын, етін сүзіп алған жоқпын. Сол күйі бүтін күйінде ішінде қалды. Мінекей мен тамағым дайын болды. Өте керемет қыздар. Осылай жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөліскеніңіз үшін сізге көп рахмет. Осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді. Керемет дәмді. Мінекей. Менің каналымда күнделікті жаңа рецепттер шығатын болады. Менімен бірге болыңыз. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыз. Өте керемет дәмді тағам. Енді бұны қазақша айтқанда күріш көже дейміз ғой біз. Күріш көже. Сау болыңыз.